Екі дана банан іштің кебуін емдейді дегенді естіп пе едіңіздер? Іштің кебуін түрлі тәсілдермен емдеуге болады. Іштің кебуі ішекте газдың шамадан тыс жинақталуынан орын алады. Салдарынан адамды жайсыздыққа әкеледі. Бұл кезде іш құрылдап, жел шықпай, ішіңізді ауырта бастайды. Тіпті өз-өзіңізден қысылып, мазаңыз кете бастайды. Іш кебу көбінесе аш қарынға көп тамақ жегеннен, асығып тамақтанғаннан болады. Мұның алдын алу үшін мына 5 түрлі әдісті қолдансаңыз болады. Зімбір. Зімбірдің емдік қасиеті бұрыннан белгілі. Оның құрамы адам ағзасына пайдалы заттарға бай. Сонымен қатар іш кеуіп, ісінген кезде көмектесе алады. Нақтырақ айтқанда, зімбірдің құрамындағы фермент асқазан, ішек жолдарының жұмысын реттеуге, қалпына келтіруге, әр саулығын жақсартуға септігін тигізеді. Банан. Бұл жемістің құрамында кальций элементі кездеседі. Ал бұл элемент өз кезегінде ағзадағы артық суды кетіруге көмектеседі. Егер ішіңіз кеуіп, жайсыздыққа тап болсаңыз, мұны 2 дана бананмен шеше аласыз. Ал тұзды қияр немесе саңырауқұлақ жегеннен ішіңіз кебетін болса, онда күніне 3 дана банан жеп тұруыңыз керек. Лимон. Лимон шырыны асқазан ішек жолдарының жұмысын реттеуге қабілетті. Сондықтан да мамандар іштің кебуі кезінде немесе қыжыл мазалағанда лимон қосылған су немесе лимон шырынын ішуге кеңес береді. Авокадо. Бұл бағалы жемісте калий элементінің қайнар көзі болып табылады. Оған қоса жалпы ағзаның және ішектің саулығын арттыратын антиоксидант кездеседі. Қияр. Құрамының басым бөлігі сут құрайтын бұл көкөністің де пайдалысы орасан. Сондықтан да күніне кем дегенде 2-3 дана қияр жеуді әдетке айналдырыңыз. Іштің кебуі, ішекке газ жиналуы, іштің ауруы, қыжыл секілді жайсыздықтардан алыс боласыз. Қыша. 1 шай қасық қыша қыжылға, газ бен іштің кебуіне керемет ем болады. Егер сізде іштің кебуі жиі қайталанатын болса, онда үзбей қыша жеуге тура келеді. Ол үшін 1 стакан жылы суға 1 шай қасық қышаны араластырып ішесіз. Егер татымы ұнамай қалса, артынан 1 шай қасық бал жеуге болады. Ас содасы. Ас содасы да іштің кебуіне ем болатын заттардың бірі. Өзіңізді мазалаған жайсыздықтан арылу үшін 1 стакан қайнатылған жылы суға жарты лимонның сөлі мен 1 шай қасық ас содасын араластырып ішіңіз. 5 минуттан кейін ақ кекірік пайда болып, асқазан мен ішектің жұмысын жеңілдетеді. Жалбыз шайы. Құрамындағы пайдалы заттардың арқасында іштің кебуі мен ем болады, әрі газды шығарады. Ол үшін жалбызды кәдімгі шай сияқты демдеп 5-10 минут тұндырып қоясыз. Емдік қасиеті мол. Шайды ұйқыға жатардан алдын 1 шыны ішесіз. Алма сірке суы. Алма сірке суы ағзадағы артық газды сыртқа шығарып, ішектің жұмысын жеңілдетуге қабілетті. Ол үшін 1 стакан қайнатылған суға 2 ас қасық алма сірке суын араластырыңыз. Дайын болған сусынды күніне 1-ақ рет ішесіз. Ескерту. Халық емін қолданбас бұрын міндетті түрде дәрігермен кеңесіп алыңыз. Достар, менің пайдалы кеңестерім сіздерге ұнаған болса, менің арнама тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Сіздермен үнемі бірге болатын пайдалы кеңестер бір арнасы.